Армысыз көрермен, эфирде жаңалықтар, тізгінде Асаубек Айымбет. Кәмпит жеп қақалған баланы періштесі қақты. Оқиға Елордадағы қоғамдық көліктердің бірінде болған. Автобуста арбада отырған сәби кенеттен қақалып тұншыға бастайды. Жағдайда байқап қалған жолаушылардың бірі дереу көмекке ұмтылған. Ол баланы қолына алып, еңкейтіп, тыныс жолын ашу тәсілдерін жасапты. Көп ұзамай бүлдіршін де еркін демала бастаған. Осындай жауапты сәтте кәсіби дағдысы мен тәжірибесін көрсете білген азаматта белгілі болды. Ол қалалық полиция департаментінің арнайы жасақ қызметкері болып шықты. Заң талаптарына бағынбай полицияға тіл тигізді. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласының тұрғыны шырт ұйқыда жатқан жұрттың тынышын алып, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше оқиға қаладағы түнгі клубтың маңында болған. 22 жастағы жергілікті тұрғын бұл апат сөзі айтып шу шығарған көрінеді. Мұнымен қоймай тәртіп сақшыларының талабына мойынсынудан бас тартқан. Сот шешімімен ол 25 тәулікке қамауға алынды. Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға және құқық бұзушылықтарға жол бермеуге шақырды. Табиғи апат Латын Америкасын аяйтын емес. Венесуэланың ізін ала көршілес Колумбияда жер сілкінді. Магнитудасы 7,4-ке тең зілзаладан 111 адам опат болып, 87 тұрғын зардап шекті. Жергілікті басылымдардың дерегінше төтенше оқиға бүгін таңғы сағат 7:30-да тіркелген. Тербеліс ошағы Сан-Хосе-дель-Пальмар аумағында жатыр. Ал апатты елдің орталығы Богота мен ірі қалалардың бірі Медельин халқы да сезінген. Колумбия билігінің мәліметінше бұл аймақтағы соңғы 10 жылда болған ең ірі оқиғалардың бірі. Табиғаттың тосын мінезінен 1600-ге жуық тұрғын үй бүлініпті. Ал 37 әкімшілік ғимарат жермен жексен болған. Сондай-ақ мемлекетте науқастарды жеткізетін ауруханалар жетіспей жатыр. Себебі 18 медициналық ұйымға зақым келген. Жауаптылар елде ауқымды төтенше жағдай жариялады. Құтқару жұмыстарына билік қарулы күштердің сарбаздарында көмекке шақыруға мәжбүр болды. Бұрынғы президенттің жағдайы ауыр. Американы Трампқа дейін тұп-тура 4 жыл басқарған Джо Байденнің қуық асты безінің қатерлісігі анықталыпты. Бұл туралы 83 жастағы саясаткердің ұлы Хантер Байден хабарлады. Тіпті соңғы уақытта Ақ үйдің бұрынғы қожайыны жүріп тұрудан қалған көрінеді. Ал ақсақалдың дерті Байдендер әулетіне де сынақ болған сияқты. Қазір обыр күш алып, қарияның барлық ағзасына шауып жатыр. Десе де экс-президент қиын жағдайына қарамастан елдегі елеулі оқиғаларға қатысты пікір білдіріп, Америкадағы маңызды шараларды қалт жібермеге тырысып жүр. Алайда тіс қаққан саясаткер дертпен соңына дейін күресіп, естелік кітап жазуды жоспарлап отыр. Айта кету керек, Байденнің денсаулығында кінәрат бары алғаш рет былтыр мамыр айында айтыла бастады. Енді атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаждарды жасанды интеллект анықтайды. Жүйе жәрдемақыға өтініш берген адамдардың жағдайын бағалауға көмектеседі. Атап айтқанда нейрожелі азаматтар ұсынған фото және бейне материалдарды талдап, оның көмекке мұқтаждығы туралы ұсыным әзірлейді. Бұл учаскелік комиссиялардың жұмысын жеңілдетіп, шешім қабылдау кезінде адами факторды азайтуға мүмкіндік береді. Ақылды жүйе мүгедектік тобын белгілеу кезінде де қолданылады. Жасанды интеллект тұрғындардың медициналық мәліметтері мен диагноздарын саралап, мамандарға шешімін ұсынады. Мүгедектік тобын белгілеу кезінде жасанды интеллект медициналық деректерді талдайды. Мүгедектердің тобын айқындау кезінде медициналық әлеуметтік сараптаманың тәуелсіз қатысушысы ретінде шешім жобасын қалыптастырады. Бұл объективтілікті қамтамасыз етуге, мүгедектік тобын белгілеудің бірыңғай тәсілін қалыптастыруға және адам факторларының ықпалын азайтуға мүмкіндік береді. Қазақстандықтардың 85%-дан астамы президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа сенім білдіреді. Демократия институты жүргізген әлеуметтік сауалнама осындай нәтиже көрсетті. Әсіресе жастардың көрсеткіші жоғары. Әлеуметтік зерттеу 20 шілде мен 6 тамыз аралығында жүргізілді. Оған еліміздің 17 облысы мен Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан 8 мың адам қатысқан. Респонденттердің барлығы 18 жастан асқан азаматтар.
Жалпы ең қызық тенденция Edelman Trust барометр деген бар, түрлі мемлекеттердегі сенім деңгейін зерделейді. Әлем бойынша біз әсіресе президент институтына деген сенім деңгейін төмендеуін аңғарсақ, әлем бойынша, ал Қазақстанда керісінше соңғы 5 жылда президент рейтингісі өте жоғары. Ашық әлеуметтік зерттеулерге сүйенетін болсақ, ең біріншіден сіздің президент рейтингісі не әсер етеді деген сұрақтың көбіне Қазақстан азаматтарының басым көпшілігі ол біріншіден басқа мемлекеттермен жауласпауды айтады. Сарапшылардың пікірінше, президентке деген қоғамдық сенімнің жоғары болуы елде жүргізіп жатқан реформаларға оң көзқарасты аңғартады. Соның ішінде ұлттық қор балаларға бағдарламасы, білім беру гранттары мен шәкіртақыларды арттыру секілді әлеуметтік бастамалар қоғамның қолдауына ие болып отыр. Алматы полиция департаментіне тиесілі 35 қызмет көлік аукционға шықты. Олардың бәрі ескі әрі соғылған. Сауда-саттық мемлекеттік мүлік тізімі порталында өтуде. Техникалардың басым бөлігі тозған, бөлшектелген, тіпті арасында жол апатына ұшырағандар да бар. Кейбірінің бампері, дөңгелегі, ішкі салоны жоқ. Темір тұлпарлар жалпы жағдайы мен маркасына қарай бағаланып 2.100.000 теңгеден басталады. Бірақ барлық лоттар 3 есе жоғары құнмен тұр. Өйткені аукцион көзіне сатып алушының талабына сай төмендейді. Сауда-саттық күні ертең басталмақ. 14 тамыз күні Алматының бірнеше орталық көшелері жабылады. Көлік қозғалысы күндізгі 4-тен түнгі 12-ге дейін шектеледі. Өйткені мегаполистегі стадионда әлемге әйгілі рэпер Kanye West'тің концерті өтеді. Қала әкімдігі тұрғындар мен жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, балама жол таңдауға кеңес береді. Рэпердің ән кеші күні Абай даңғылы, Байтұрсынов пен Сәтбаев көшелерінің белгіленген бөліктері жабылып, полиция қызметкерлері тұрады. Есесіне қоғамдық көлік пен метроның жұмысы күшейтілмек. Бұл көрерменнің қауіпсіздігі мен көлік қозғалысын реттеу үшін жасалған шаралардың бірі. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар осы. Әрі қарай орыс тіліндегі жаңалықтармен әріптесім Әлібек Арзабаев таныстырады. Кешкі 6:30 эфирде жүздескенше.